Енді жылжып тұрсаңдаршы, қыздар жылжитын құртсың ба не? Сәлем Астана! Кеш жарық бәріңе, ханымдар мырзалар, кеш. Қыздар, мына істеп тұрғанымыз ұят емес пе? Ақбота, не напряг ұстап тұрсың? Болды, финалға өттік, ұшпайсың. Расслабон, ойнай бер кәдімгідей. Ақбота, бұл деген қыздардың системасы ғой. Шығатын жерге шығып алдың, болды, маскының бәрі шешіледі. Құрмет көрермендер, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дейді ғой. Міне мынандайлардан шығады. Қыздар, андай ойнайықшы. Ойыннан кейін курилкада жігіттер толып ап, мә ақпен бірген қыздар таза жартыбас екен ғой десіңші. Ойнайық, солай ойнайық. Қыздар, қалмауымыз 300 теңге болып кеткенше ойнайық та. Ойнайық. Қыздар, маған күйеуім үйленгеніне өкініп қалатын ғой, ойнайықшы. Ойнайық. Қыздар, бүгін ақтық мәре. Жайдарманда ешқашан істемеген нәрсені істейміз. Марат ағамен сүйсейік. Жоқ, Райхан, ешқашан істемеген нәрсе деп атырым. Ешқашан істемеген болса, Марат ағаны мақтайық онда. Мынау жайдарманда шынымен болмаған. Бүкіл командалар шығады да, Марат ағаға тесе береді. Біле білсеңдер, Марат жердің кіндігі деген мақал бар ғой. Сұлу емес, Марат сұлу деген ғой. Маратты қанша асырасаң да атуға қарап олайды дейді ғой. Дос жылатып айтады, Марат тоже солай айтады. Семіздікті Марат қана көтереді деген ғой.